Ертеде кең жазықты қазақы киіз үйлер тізілген батырлар ауылында түнде жарқырап тұратын сиқырлы координаталық түзуде адамдар өмір сүріпті. Бұл ауылда қысқа қара шашты, көк түсті шапан киген жас батыр Алан өмір сүрді. Ауыл ақсақалы Аланға жарқыраған көне қанжар беріп, бұл қанжар координаталық түзудің құпиясын ашады, деді. Бұл қанжардың күші қандай болды екен? Ол батыл және мейірімді еді. Алан дала шығып жарқыраған түзу бойындағы -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 сандарын көріп таңырқай қарады. Ол -1 нүктесіне тоқтап, «Міне, менің бастапқы орным осы», деді. Алан -1-ден 3 метр алға қанжар лақтыруға дайындалды «Бездіріз бірден 3 қадам алға барсам, қайда жетемін екен?» деп ойлайды. Қанжар көк және алтын түсті сәуле шашып, алға қарай зу етіп шықты. Уақыт пен кеңістікті кесіп өтіп, қанжар өз жолын салады. Қанжар барып дәл +2 нүктесіне қадалды. Алан ойланып, -1 +3 тең +2 екен деп қуанды. Енді ол қанжарды +2-ден артқа лақтырмақ болды. «Артқа лақтырсам не болады?» деді. Қанжар қайтадан дәл -1 нүктесіне қонды. Алан 2, ұндар 3, -1. Демек, артқа көп кетсең, бастапқы орынға қайта оралады екенсің. Алан координаталық түзуге қарап, Оң мен теріс жау емес, бағыт қана. Ең маңыздысы дәлдік пен әділдік. деп ой түйді.